Барлықтарыңа сәлем достар, мен дәл қазір 50 мың долларға проб компаниядан жаңағыдай челлендж сатып алдым. Вот ровно 50 мың долларға, в принципе, мен жаңа бір-екі рет тест ретінде сделка ашып көрген болатынмын. И осы видеода мен сіздерге қандай проб компаниялар бар және сатып алған жағдайда оны қалай өту керек, сделкаға қандай суммамен кіру керек. Сіздер білесіздер, лот дейтін ұғым бар. Если бізде 100 доллар реал депозит болған кезде, біз мына тұрған жерге обычно қоямыз 0.01 лотты, да? 0.01 лоттан бір 2-3 кейде 4 позиция ашамыз. То есть ол зонаға байланысты. Ал 50 мың долларға келетін болсақ, мен примерно 0.05 лоттан 1-2 сделка ашатын боламын. То есть ровно почти что 0,1%. То есть сіздер если қазіргі таңда Funded Next-тан алатын болсаңыздар, проб компаниядан челленджті, кстати, если что, менің сілтемем арқылы регистрация жасаған жағдайда сіздерге бонус беріледі және менен тегін консультация берілетін болады. Поэтому бұл видеоның астында тұрған сілтеме арқылы өтіп регистрацияны жасаңыздар. Потом маған сұрақтарын қойыңыздар, мен сіздерге уже толықтай консультацияны беремін. Жарайды. Жалпы, если біз сіздермен түсетін болсақ, бізде Stellar Two-Step, двухшаговый, одношаговый, Light және Instant дейтін төрт түрі бар. Instant дейтінге келетін болсақ, 20 мың доллардың өзі 70 доллар тұрып байқасаңдар. Неге десеңіздер, бұл, короче, бізден андай ешқандай экзаменсіз тікелей 20 мың долларды управленияға алу. Ал 5 мың долларды тікелей управленияға алудың бағасы 150 доллар тұрады. Дегенмен достар, бұл жерде кредитный плечо өте кішкентай, алтынға практически келмейді десек те болады. Мен уже алып тестировать еттім, поэтому сіздерге рекомендую хотя бы одношаговыйды алуға, если прям асығыс болсаңыздар. Мысалы үшін одношаговый 6 мың доллардың бағасы 67 доллар тұрады. Сіздерге самое главное, осы сіздерге 6 мың доллар демо аккаунт берген кезде ең бастысы плюс 600 доллар табыс жасасаңыздар болды. 10% цель, ал условия қандай? Общий ұтылып қалуға болмайды 360 доллар, ал бір күнде ұтылып қалуға болмайды 180 доллар. В принципе, 65 доллар бере тұра, сенде 180 доллармен рисковать ететін возможность бар. То есть практикаға бұл өте керемет құрал. Слип болқасаң да не обидно, как бы опытчынайсың, а өтпетсең вообще тема, потому что бірінші вывод сенде 5 күннен кейін болады. То есть өтіп кеткеннен кейін 5 күннің ішіне қанша ақша таптың, сол ақшаның бәрін шығарып алсаң болады. Minimal trading days 2 days, то есть 2 күннің ішінде өтіп кетпеңдер. Да, кейбіреулер болды, 1 күннің ішінде 2 күннің ішінде өте салады. Ол нарушение, достар. Минимум 2 күн торговать етіп, 3-ші күнде өтсеңдер болады. А если двухшаговый алатын болсақ, бұның условиясы уже әдемірек болады. Я сәл бағасы арзандау, дегенмен қараңдар. Бірінші фазада 8%, екінші фазада 5% табыс жетуге. Но мында максимальный возможность ұтылып қалуға беріледі 600 доллар. Ал бір күннің ішінде 300 доллар. То есть сен бір шаговыйды алып асығып, 180 доллар ұтылып қалсаң, болды, жеңілдің. Ал двухшаговыйдың бір жақсы жері, сенде бар 300 долларға дейін возможность. Потому что мастер аккаунт көргеннен кейін бәрібірде осы условия қалай береді. Неғұрлым көп риске алуға возможность бар, соғұрлым сіздерге де жақсы. Мен қазір, получается, одношаговый 50 мың долларды алдым, оның бағасы 329 доллар. В принципе, маған болмайды бір күнде ұтылып қалуға 1500 доллар, общий 3000 доллар. А заработать надо всего лишь 5000 доллар. В принципе, оп-оңай, мен бұйыртса оны өтіп кетейін деп отырмын. Енді кеттік. Біз сіздермен қазір ашып қарайық, нашты не болып жатқанын. В принципе, ситуациялар өте әдемі. Мына тұрған линиялар қарайтын болсаңыздар, мынаның барлығына мен сигнал ретінде берген болатын бай позицияға. Take profit бізде 320 пипс орындап берді полноценно, вроде комментарийда. Да, отзывтар бар уже, адамдар зарабатывает, все классно. И дальше кете беретін болсақ, бізде бағана селға еще сигнал болған, қателеспесем. Айналып келіп, мына жерден 100 пипс беріп тастады. Мынау скальп манипуляциямен тоже 200 пипс сигнал плюс беріп тастады. Мынау анализмен бердім. Так, мынау тоже сел сигнал берілді. Мынау вообще 160, просто бұл бізде өкінішке орай без убыток қалып кетті. Біз селға берген болатын, сәл без убыток қалып потом барып түсті. Ну ладно, в целом өтуге болады, анализін бәрін жер отырам. И самое интересное, сіздер осы каналға кіріп, бізбен бірге проптан да өтсеңіздер болды бұйыртса, ол жайлы әлі алда уақыт айтамын. Но бүгін мен конкретно өткім келіп отыр индикатордың көмегімен. Бізде бар индикатор, ол дейтін бізде көрсетеді buy және sell зоналарды. Өте әдемі көрсетеді, көбінесе мен және тестировать еттім 3 сағаттық таймфреймда.
То есть как это работает? Қазір объясню сіздерге. Мұқият қарасаңыздар, так бұл жермен көрсетіп қойын. Мына тұрған жасыл, достар, бұл бізде бай зона. Жасылмен белгіленіп тұрған. Бұл бізде бай зона, баға осының ішіне келген кезде, бұл бізде мысалы үшін 3 сағат таймфреймда, баға осының бойына келген кезде 15 минутқа кіріп, 5 минутқа кіріп тағы да қарау керек. Если ол жақтарда тоже жасыл түсті болып тұрса, онда баяға кіре беруге болады. Мысалы үшін қарасаңдар, мынау конкретно мына зона бізде 3 сағат таймфреймда бай зона болыпты, әдеміленіп тұрып. Енді өтейік примерно 30 минутқа дейікші, жарайды тіпті. Тексерейік. Жәнегі бай зонаның ішінде тоже байға сигналдар болған. Міне болған бізде сигнал, міне болған, то есть на жерден кіруге болатын еді. И міне тағы да бір екінші рет шанс берді. То есть мында сен кіре алмай қалсаң, хотя бы мында кіруге шанс бар деген сигнал кеп тұр. Вот так как бы это все работает, и мына тұрған өтіп кеткендерді қарастырудың қажеті жоқ. Я имею в виду, мысалы үшін бізде мына жерде көріп тұрсаңдар селға сигнал берілген болатын, и мынаның ішіне баға кіріп, вот сейчас покажу более детально. Міне. Мынаның ішіне сел зонаға баға кіріп уже түсіп кеткен. То есть это уже не рассматривается. Так, дәл қазір менде байға сигнал ашылды. В принципе, мен ақырын бай ала берейін. Негізінен мына зонаға кірген кезде бай алған жақсы, но мне кажется, уже рыночный байға можно кіре беруге. Келсе тағы ашамыз, келмесе ничего страшного. Вот жанды ма байға, все. Қараңдар, әдемі ұшып бара жатыр уже. То есть көбінесе скальпингқа бұл жақсы әрине. Скальпингқа прям әдемі кетеді. Қараңдаршы, қалай әдемі өсті, мен уже ертерек жауып тастадым. Мына жерде менде практически $400 плюс бар. То есть мен жаппасам, менде қазір вообще $700-800 плюс болатын еді. Мен уже практически условияның там 25% орындап тастадым. Вот так вот работает индикатор, достар. Солай, менің сілтеме міне тұр. Осы ссылка арқылы өтіп жаңағыдей нені алсаңыздар болады, скидканы. Ал мына тұрған сілтеме арқылы өтетін болсаңыздар, тікелей бізге байланысқа шықсаңдар болады, жаңағы индикатор туралы тегін консультация алуға.